Соңғы жылдары жарық көрген ғылыми еңбектерде қазақ хандығының тарихы бір жақты көрсетіліп жүр. Алғашқы қазақ хандығымен соғысқан көрші елдер халқымыздың бітіспес жауы ретінде баяндалады. Солардың бірі Сібір хандығы. Ғасырлар бойы қазақ хандығының теріскей жағында жатқан қазақ тайпалары Сібір хандығының құрамында ғұмыр кешкені белгілі. Бүгінде Ноғай ордасы мен Сібір хандығын Ресей ғалымдары меншіктеп алып жүр. Ал қазіргі қазақ елінің құрамына кіретін Керей тайпасының сол заманда өз хандығы болған. Керей хандарының ғасырдан ғасырға созылған ежелгі әулеті оң хан мен Сәңгүнмен бітпейді. Әрқилы тарихи жағдай, әртүрлі кейіпте одан әрі жалғасқан. Оң ханның жинақты тауарих пен қастерлі шежіреде арнайы аталмайтын ұлдарының бірі. Кей деректерде немересі Тайбұқа азды көпті жасағымен, тұрғақтарымен батыс өлкеге қарай көшіп, Ібір-Сібірден бір-ақ шығады. Ертістің етегі, Есіл мен Тобыл аңғарын жайлаған жергілікті түрік нәсілді фин-угор текті ру тайпаларды бағынышқа түсіріп, Сібір хандығын негіздепті. Тайбұғы Сібір хандығын 1220 жылы құрды. Бастапқыда Ишим, Тобыл, Тұра, Ертіс өзендерінің ортасында, кейін Ойып өзені және әрі қарай Естек, Вогул деген тайпаларды жаулап алып мекенін үлкейтті. Шыңғыс хан Тайбұғыны әкесінің құрметі үшін Тұғырыл ханның көзі ретінде қолдау көрсеткен және өз балаларымен бірдей санаған, яғни енішісіне Сібір хандығын қалдырған. Сібірдегі Керей, Найман, Қыпшақ, Қоңырат, Тұралы, Бараба руларына арқа сүйеген тайбұғалықтар ханды мен Манси тайпаларын қол астына бағындырады. Енді оң ханның ұрпақтары Алтын Орда дәуірінің ұзына бойында байтақ Сібірде билік құрады. 2 ғасырдан астам ұзақ заман. Алтын Орданың ыдырау кезеңінде жошы Шибан нәсілімен тайталас басталады. Әуелде Шибан әулеті жеңіске жетеді. Одан соң Тайбұға тұқымы қайтадан орнайды. Одан соң тағда аударыспақ. Бұл қырқыстың ең соңғы өкілдері Көшім хан мен Сейдақ хан болды. 1582 жылы ғана Сібір ханы Сейдақ Тайбұғы ұрпағы Тәуекел қазақ ханымен одақтық келісімге қол қойды. Аманатқа Ораз Мұхамедті Тәуекелдің ағасының ұлын алды. Қараушысы болып Қыдырәли Жалайри тағайындалды. Оның қазақ хандығымен одақтық келісімге отыруы Сібірде Көшім ханды жеңіп, Іскер, Қышлық қалаларын Ермактан Тайбұғы жұртына қайтару үшін Сейдақ шайқасқа аттанды. Сейдақ хан Ермакты жеңіп Сібір хандығын қайтарып алды. 1588 жылға дейін хан болып отырды. Сібір хандығының орыс патшалығына айтарлықтай қарсылық көрсете алмай, тезінен құлауының бір себебі екі әулеттің елді тоздырған 100 жылдық күресі болатын. Көшімнің ғұмыр кешуі белгілі. 1598 жылы түнекке батты. Ал оң ханның ұрпағы Сейдақ хан одан 10 жыл бұрын Тобыл қамалында аяр опасыздық нәтижесінде қазақ сұлтаны Ораз Мұхамедпен бірге тұтқынға түсіп Мәскеуге жеткізілген. Сібір хандығы Тобыл мен Жайықтың жоғарғы ағысы арасын қамтыған. Ахмет Керей және Кешім Бұхар және қазақ сұлтандарымен тығыз байланыста болған. Ахмет Керей есіміне байланысты ескерте кететін бір жайт. Есімнің екінші бөлігі Керей трибониммен сай келуі бекерден бекер емес. Ресейлік шығыстанушы Бартольд Қырым сұлтаны Қажы Керейдің екінші есімі жоғарыда келтірілген әулеттің ханзадаларының аталықтарының руы Керей болғандығын растайды. Олай болса, Ахмет Керейдің аталығы Қазақстанның солтүстігінде көп тұратын Керей руынан шықты деген қорытындыны жасауға болады. 1571 жылы Сібір мен Мәскеу арасында қарым-қатынас ушыға бастайды. Мәскеуді қырымдықтар өртке орағаннан кейін орыс мемлекетін әлсіз деп санаған Кешім Оралдағы антиресейлік көңіл-күйге қолдау көрсетіп, күшін Черамис, Асяк пен Башқұрт көтерілістеріне бағыттайды. Қалмақ немесе ойрат тайпалары 16 ғасырдың аяғында Ертіс өзенінің жоғарғы жағында көшіп жүрді. Ал олардың бір бөлігі қазақ ханы Тәуекелге бағынған. Тайбұға негізін қалаған Сібір хандығына келесі жылы 800 жыл толады. Хандары мен халқы қазақ халқының негізін қалаған ру тайпалар құралған Сібір хандығы Азияның саяси картасынан жоғалып кетті. Ұрпақтары қазіргі қазақ жерінде тұрып жатыр. Тайбұғының ошағы күні бүгін сөнген жоқ. Ақмола облысы, Көкшетау, Бурабай, Біржан-Сал ауданында, Степногорск қаласында, Ақсу ауылында, Щучинск қаласында тұрып жатыр.